Salam jiki wow. Lay mening aynalı korsan faydan gana kimisi faydan geçarman bir kaybam kara wine ağanın içi sağlık jatayın ağanın жүрген сол арасында Ассалаумағалейкум, армысыздар. Ардақты СТВ Channel Әмбебапты YouTube арнасының тұрақты көрермендері, бүгін 14 тамыз Алматы қаласына келдік. Міне алдарыңызда Алматы қаласындағы Барс автокөлік базары 2022 жыл, бүгін 14 тамыз аптаның жексенбісі. Сіздермен бірге қазір көліктердің бағасын түсіретін боламыз. Базарда қандай көліктер келді, бізбен бірге болыңыздар ағайындар. Кобальт, мінекей біздің оңтүстікте осы Кобальтке қызығатын адамдар көп. Шақырымсыз жүрілген шақырымы жоқ. 8747 310 30 13 бағасын жазбаған екен. Бағасын айтылған ұялы телефон бойынша хабарласып білуге болады. Жаңа Кобальт автокөлігі. Келесі Lexus кроссовер автокөліктер 3 қозғалтқыш күші 6,5 миллион теңгеге бағаланып тұр. Саудасы бар дейді, бағасы. Кожный салон, былғары салон. Ұялы телефон 8747 310 30 13. Ағайындар, айнаның үстіне жазған мәліметтерді ғана сіздерге оқитын боламыз. Toyota автокөлігі 2004 жылы шығарылған, 2.4 қозғалтқыш күші. Еліс қорабы автомат, бағасы 7 миллион теңге. 8708 974 ұялы телефоны 1223. 7 миллион дейді, баға саудаласуға болады. Міне келесі көлік Mercedes автокөлігі, тіркеу Қазақстандікі, 2007 жылы шығарылған. 3.5 қозғалтқыш күші, былғары салон, 6 миллион 900 мың теңге дейді. Ұялы телефоны 8747 569 42 54 ұялы телефонына хабарласуға болады. Қызығып жатсаңыздар, егерде түсі ақ. Келесі кете береміз. Мінекей Lexus автокөлігі 2003 жылы шығарылған, 3 қозғалтқыш күші, газ, бензин, отын түрі 5 миллион 700 мың теңге. Саудасы бар. Ұялы телефоны 875 721 47 54 ұялы телефонына хабарласуға болады. Мінекей көрермендер, Toyota автокөлігін түсіріп кетейік. 2013 жылы шығарылған, 2.5 автомат, 7 миллион 800 мың теңге. Электропакет дейді, кондиционер бар, турбо, титановый дискі дейді, доңғалағы. Ұялы телефон 8777 706 69 73. Қызығып жатсаңыздар, хабарласуға болады. Тіркеу Қазақстандікі, барлық түсіріп жатқан. Келесі Toyota 97 жылы шығарылған, 2.2 автомат. Сигнализациясы бар екен, электропакет, кондиционер барлығы бар. Дискісі титановый. Ұялы телефон 8777 391 81. 4 миллион 400 мың теңге келісім бағасы бар дейді. Туаректерді хабардар етіп қояқ сіздермен бірге. 2004 жылы шығарылған 3.2 автомат, 5 миллион 400 мың теңге. Бензин, отын түрі. Полный комплектация дейді, былғары салон, 8702 694 64 93 ұялы телефоны хабарласуға болады. Осы туарекке қызығып жатсаңыздар, міне кроссоверлердің қатарына да келіп жатыр. Сіздерге түсіріп кетейік. Nissan Murano 3.5 қозғалтқыш күші, беріліс қорабы әрине автомат, былғары салон. 6 миллион 200 мың теңгеге бағаланып тұр. Кондиционер барлығы бар. Осы жалпы жағдай жасалған, 2005 жылы шығарылған екен. 8775 430 27 96 ұялы телефон. Хабарласуға болады. Мінекей Nissan түсіріп кетейік. 2013 жылы шығарылған Qashqai. 6 миллион 200 мың теңге бағаланып тұр.
шақырымдарын жазбаған екен ағайындар. Жазып жатса сіздерге мәлімет ретінде айтып өтетін боламыз, қанша шақырым жүрілген. Дегенмен қағаз бетіндегі мәліметті сіздерге оқып беріп жатырмыз, егесі айналасында жоқ. Ұялы телефоны 8771 288 96 96. Ұялы телефоны 1/6. Беріліс қозғалтқыш күші 1/6 екен. Неге рұқсат сұрап жатырмыз, сөйберге болады деп. Елантра Hyundai 2019 жылы шығарылған, 26 000 шақырым жүрілген. Жағдай жақсы, ұрылмаған. Көрінісі көрініп тұр. Автомат беріліс қорабы, бензин отын түрі 8707 87 31 35. Ұялы телефоны. 2 қозғалтқыш күші, беріліс қорабы автомат. 2019 дейді. Бағасы 9 миллион ағайындар. Берілісінің бағасы бар. Мына бір жүкті түсіріп кетейік. Ақ түсті. Nissan Juke 2013 жылы шығарылған екен. 1/6 вариатор дейді. Беріліс қорабы 130 000 шақырым жүрілген. Алдыңғы жетек 6,5 миллион теңге, 6,500 000 теңге, 6 миллион 8705 87 30 46 ұялы телефоны. Хабарласуға болады. Түсі ақ, тіркеу Қазақстандікі. Мына бір Toyota'ны түсіріп кетейік. 20 түсі ақ, дискісі титановый 25 екен. Toyota Camry 25 99 жылы шығарылған, 2/2 қозғалтқыш күші 3,5 миллион теңгеге бағаланып тұр, базардағы бағасы. Отын түрі газ, бензин. Ұялы телефоны 8708 911 31 01 ұялы телефонда. Хабарласуға болады, қызығып жатсаңыздар осы бір көлікке. Жалпы көрінісі міне көріп отқандай. Келесі Toyota 99 жылы шығарылған, 2/2 20-25 екенін жазбаған екен. 8707 966 9008 3 миллион 100 000 теңге дейді. Келісім бағасы бар. Түсі ақ екен. Мына бір Volvo'ны да түсіріп кетейік. Мүмкін бұнда Volvo'ны да қызығатын өзінің адамдар бар шығар. Бағасын біліп кетейік. Мәлімет ретінде 2006 жылы шығарылған екен. 2 алдыңғы жетек, қозғалтқыш күші 2. 3 миллион 800 000 теңге бағаланып тұр. Барлық электропакет, кондиционер барлығы бар. 8701 711 20 84 ұялы телефонына хабарласуға болады, қызығып жатсаңыздар. Келесі RAV4 кроссовер автокөлігі, мінекей. 2002 жылы шығарылған екен. 2002 жылы шығарылған, қозғалтқыш күші 2, беріліс қорабы автомат. Қазір телефонын сұраймыз. Телефон айтып жібересіз ба? 55-59 ұялы телефонына хабарласып отыр. Бағасын қанша едіңіз? 5 миллион 500 000 теңге бағаланып тұр. Келісінің бағасы бар. Көрермендер, осылай кроссоверлер 5 миллион 6 миллионның көлемінде көліктер түсіріп жатырмыз. Одан кейін бұдан да арзан көліктердің қатарына өтетін боламыз ағайындар. Мінекей Nissan кроссовер автокөлігі. – 2004 жылы шығарылған, бензин отын түрі. Ұялы телефоны 8778 888 99 46. Былғары салон, 211 000 шақырым жүрілген. Автомат, беріліс қорабы. Бағасы 6 миллион 300 000 теңгеге бағаланып тұр ағайындар. 6 миллион 300 000 теңгеге кроссовер. Көріп отырсыздар. Келесі Jeep автокөліктерін, жол талғамайтын көліктерді арасында түсіріп кетеміз. Toyota автокөлігі 2003 жылы шығарылған, 330 000 шақырым жүрілген екен. 2002 жылы 4/7 қозғалтқыш күші, беріліс қорабы автомат, былғары салон, 9 миллион 500 000 теңге бағасы.
8701 783 93 64 4 доңғалағы да жетегімен. Мына бір акцентті түсіп кетейік. 170 мың шақырым жүрілген 1.6 2011 жылы шығарған 5 миллион теңге бағаланып тұр. Ұялы телефоны 8707 681 91 69 ұялы телефонына хабарласуға болады. BMW автокөлігінде түсіп кетеміз. Тіркеу Қазақстандікі. BMW-ға қызығып жатсаңыздар, бұның мәліметінде біз сіздерге бере кетейік. Мінекей 99 жылы шығарған 2.5 автомат, барлық былғары салон 5 миллион 200 мың теңгеге бағаланып тұр. Ұялы телефоны 8777 592 37 11 ма? 22 кешіресіздер. 8777 592 37 22 ұялы телефоны. Қызығып жатсаңыздар, хабарласыңыздар. 5 миллион 200 мың теңге келісім бағасы бар. Көрермендер, Мерседеске де көңіл бөлейік. Мінекей Авангард 98-99 жылы шығарылған. Сол жобада. Негізі сіз бе егіз? 2 жылды көрсетіп қойған екен. 272 мың шақырым жүрілген. 8701 399 89 99 ұялы телефонына хабарласуға болады. 4 миллион 850 миллион теңге дейді. Келісім бағасы бар. 2.8 қозғалтқыш күші Мерседестің. Келесі қыздарға арналған көлік Kia 2012 жылы шығарған автомат. 4 миллион 700 мың теңге шақырымын жазбаған екен. 8777 436 34 05 ұялы телефон. Келесі Mitsubishi автокөлік 2003 жылы шығарылған 2.4 қозғалтқыш күші. Ұялы телефоны 8701 491 39 45 бағасы 3 миллион 900 мың теңге дейді. Келісім бағасы бар. Бағасы қанша көрінбей тұр? Кешіресіздер. 3 миллион 900 мың теңге дейді ағайындар. 3 миллион 900-ға осындай кроссовер алып жатсаңыздар жаман емес. Мінекей қызықсаңыздар хабарласуға болады. Бұл Алматы қаласы Барыс автокөлік базарындағы көліктердің қатары. Көрермендер, сіздер қандай көлік білгілеріңіз келеді және қандай көліктен мәлімет сұрағыларыңыз келеді, комментарий пікір алаңына жазып қалдырыңыздар. Toyota автокөлігі 2012 жылы шығарылған 2.5 қозғалтқыш күші 9 миллион 100 мың теңге. Ұялы телефоны 8701 600 02 02 ұялы телефонына хабарласуға болады. Келесі Mercedes автокөлігі 98 жылы шығарылған 4 миллион 200 мың теңге. Ұялы телефоны 8775 468 ары қарай ұялы телефоны көрінбейді. Ағайындар кешіресіздер, мәлімет үшін 4 миллион 200 мың теңге бағасы. Міне көрермендер, біздің бүгінгі бірнеше видеомыз аяқталды. Қазір екінші видеомыз шығатын болады. Сіздер бізбен бірге болыңыздар, сіздермен қоштаспаймыз. Әрқашанда күніміз аман, еліміз тыныш болсын ағайындар.